Шектеуші ойлардан арылу техникасы. Бұл техниканы жасау үшін өзіңіздегі барлық негативті шектеуші ойларды өзіңіздің дәптеріңізге қызыл пастамен жазып шығасыз. Бұл шектеуші ойлар сіздер саналы түрде оның дұрыс емес екендігін білсеңіз де, бейсаналы түрде бұл сіздің негативті программаңыз. Дәл қазіргі өміріңізде болып жатқан негативті ситуациялардың бәрі осы сіздің негативті шектеуші ойларыңыздан. Сондықтан да оны жазу маңызды. Оны жазып болғаннан кейін оның астына сіз 3-4 дәлел келтіруіңіз керек. 3-4 пункттан тұратын, оған керісінше ол ойыңызды дәлелдейтін, оны дұрыс емес екендігін көрсететін ойларыңызды жазып шығасыздар. Бұл кезде адамда ступор болуы мүмкін, не жазарын білмеуі мүмкін. Сондықтан да күнделікті осы жазу арқылы өзіңізге осознанность келеді. Былайша айтқанда бейсаналы түрде өзіңізге түсінік бересіз. Осылай өзіңіздің теріс установкаларыңызбен жұмыс жасауға болады. Шектеуші ойлармен жұмыс жасайсыз. Егер де терең осындай өзіңіздің установкаларыңызбен жұмыс жасағыңыз келсе, онда ақылы түрде проработкаға жазылсаңыз болады. Ол үшін жекеге немесе астына проработка сөзін қалдырсаңыз болады.